Ассалаумағалейкум ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Сізбен хабарласпағалы көп болды, кешірім сұраймын. Орысша арнамды білесіздер, оған көбінесе орысша оқығаннан кейін, орысша өскеннен кейін, орысша білім алғаннан кейін, орыс тілде контент, материал жасау өте оңайда, мысалы үшін. Қанша мың жерден шаршасам да, мың жерден ұйқымнан енді тұрсам да, ұйқым келсе де оны тез айта салам, жаза салам, ешқандай мәселе туындамайды. Ал қазақшаға келген кезде білесіз ғой, енді ана тілім болғаннан кейін енді тырысам, бірақ жоғарғы білім орнын қазақ тілде бітірмегеннен кейін, мектепті қазақша бітірмегеннен кейін, бос емін еркін әрбір тақырыпта әңгіме жасау оңай емес та. Соны осы арнаны не себептен аштым? Әдейі өзімді қыштап, үйретіп, осы қазақша арнамды дамытып, қазақшамды дамытқым келеді, тілімді. Ол үшін біраз кітап оқу керек, өлеңдерді жаттау керек, мақал мәтелдерді жаттау керек дегендей. Оған Құда қаласа енді өлгенше уақыт бар ғой, Құда қаласа. 100 жасайық бәріміз. Бір күні сайрап шығам деп ойлаймын, Құда қаласа, қазақша. Біртіндеп әйтеуір сол мақсатқа жетуге Алла тағала нәсіп етсін. Енді бүгінгі әңгіме қазақ елінің болашағын, мемлекетін сақтайтын зиялылардың білімі не болу керек, қандай болу керек, сол біліміне не кіру керек негізгі. Яғни әрбір маманға, әртүрлі салада мамандар көп болу керек қой, бірақ әрбір маман кемінде бірнеше тіл білу керек, және бір салада маман болу керек деп ойлаймын. Тілдерге келетін болсақ, өз ана тіліміз сөзсіз. Орыс тілі амал жоқ білу керек. Біріншіден, ол әлеуметтік жағдайыңызға байланысты, ол бәрімізге мәлім. Орысша дұрыс жаза білмесең, сөйлей алмасаң, табыс жағы да қиын. Бұрынғыдай уақытысында, сол 70-80 жылдары мамам Алматыға әкем екеуі көшіп келген кезде айтып еді: Нұржан, мен соги өз күшіммен ешбір жерге жұмысқа тұра алмадым. Өйткені орысшам шала болды, акцентпен сөйледім, жазуымда айтқанда қатесіз жаза алмадым. Сол себептен мен жұмыс таба алмадым. Ақыры таныс арқылы сол политехникалық институт болған Сатпаев, сол жерде лаборант болып жұмыс жасады. Сол жердегі кісілермен танысып, қайтыс болғанша сол жақта болды ғой, айлығын алып. Сол бастықтарына Алла тағала риза болсын. Әріптестері болды мамамнан кіші қандай. Соның барлығы мамам қайтыс болғанда келген еді. Алла тағала бақытты қылсын ұрпақтарын өздерінде. Яғни сол орыс тілінен шыққан әңгіме ғой. Сол орыс тілін білмесеңіз қиын. Тағы бір жағынан біздің мемлекетті қорғап отыратын ең бірінші мемлекет Ресей. Себебі ол бізге жан ашып қорғамайды. Олар өздері оңтүстіктен жаулар көп оларда. Ауғанстанның мұжахеттері бар, одан кейін Қытай бар. Яғни Қазақстанда өздерінің ПВО дейді ғой, орысша, әуе күштеріне қарсы әскери құралдары бізге қызмет жасап отыр. Біз ол үшін ақша төлеп отқан сияқтымыз. Құдай біледі енді оны. Тікелей төлемесек те әйтеуір кедендік одақ дейді ғой, соған кіріп отырмыз ғой. Соны кедендік одаққа қол қойғаннан кейін Қазақстан бірдестен солардың әскери жүйесіне кіріп кеттік біз. Сонда жаңа мамам туралы әңгіме айтып кеттім ғой. Сонда орыс мектебіне берген ғой бүкіл балаларын. Мен сияқты қиналмасын жұмыссыз деп.
Әкем енді талантты адам болды. Орысша да қазақшасын да бірдей меңгеріп. Сөйтіп үлкен бастық болды. Енді өмір сүру керек болды. Өте белсенді адамдар болған әке-шешем. Сөйтіп Айшаға қарамай, анау-мынауға қарамай, үйде әрине қазақша сөйледік әрдайым. Менің тілім қазақша шыққан негізі басында. Кейін сол орыс ясли садқа берді. Одан кейін детсадқа берді, одан кейін балабақшаға да. Одан кейін мектепке берді, кейін жоғарғы білімді орысша алдым. Тағы біреу емес, 3-4-еуін алдым, біреусін ағылшын тілінде алдым. Бірақ қазақ тілінде оқу орнын бітірмеппін де, өкінішке орай. Сол енді зиялымызға қайтып келейік, әңгімемізді жалғастырып. Орыс тілі керек, қазақ тілі керек. Енді шетелдің қай бір тілін таңдаймын десеңіз, қайтсеңіз де ағылшын тілге тірелеміз. Себебі сол тілден көп басқа тілдер дамымаған еш жерде, яғни 85% осы ғылыми өнер табу, жаңалықтар ашылса, сол тілде ашылады екен. Яғни жазылады екен да жұмыстар, еңбектер. Кітап сол ағылшын тілде шығады, бір жаңалық болса. Қалған 15% басқа тілдерде шығады. Яғни ағылшын тілі міндетті түрде керек біздің зиялыларға. Кейінгі керекті тіл, біз қазақ хандығы құрылған кезде 100% мұсылман болғанбыз. Қазір ғой мына басқа дінге еліктеп кеткендер көп. Біз мұсылман емеспіз деп, өзі қазақша сөйлесе де, сайрап тұрса да, мен мұсылман емеспін деп айтады. Ол әркімнің қалауы біледі ғой. Бірақ сонда да біз мұсылман халықпыз, қазақ елі. Қазақ хандығы құрылған кезде бәріміз 100% мұсылман болып құрдық хандығымызды. Сол себептен, ал исламға келетін болсақ, исламның кілті білімі араб тілінде жатыр. Араб тілін білмейтін болсақ, онда біз дін ұстанатын адамдар екі жаққа ауып кетеді. Біреусі күнәһар болып кетеді, біреулері қайта бір фирқаға тап болып, яғни орысша айтқанда секта дейді, лаңкестік, басқа бір ағымдарға қосылып кетті мүмкін. Оның барлығы білімнің саяздығынан және араб тілін білмегеннен кейін де. Ол бір, екіншіден рухани дамудың өзі, ислам дінде өте көп білім бар. Қай салада болсын, сол салада көптеген дәлелдер бар. Оны қазір яғни академиялық білім ретінде қарастыратын болсақ, осы исламдағы білімдерді академиялық тұрғыда төтеп береді. Көп гуманитарлық салаларда ша. Оны біз жарайды, ислами, шариғи деп айтпайық, бірақ сол Құран хадистерде, мұсылмандардың осы 14 ғасыр бойы әрбір ұлттардан үлес қосқан ғалымдардың еңбектерін оқитын болсаңыз, ондай білім әрбір қоғамда бола бермейді, әрбір үмметте бола бермейді. Соны пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Сол ислам дін арқылы біз ел болып сақталып қалатырмыз ғой. Басқа елдерді қарайтын болсаңыз, ассимиляция бар ғой, ассимиляция деген беле бар. Отаршылдыққа, біреудің отаршылдығына қосылғаннан кейін өз елдігінен, тілінен айырылып жатыр. Біз міндетті түрде сол Алла тағаланың қалауымен сол ислам арқылы сақталып қалатырмыз ғой, осы түрде. Сол себептен араб тілі керек. Соны енді қысқаша айтып шығатын болсақ, мұны орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі, араб тілі міндетті түрде керек деп ойлаймын зиялыға. Одан кейін қанша тіл білгісі келсе оқи береді.
біле береді. Одан кейін жоғарғы білім тек инженерлік білім деп ойлаймын. Себебі сол инженерлік білім аз болғаннан кейін біздің алтын орда күйреген сияқты. Жалпы тек сол техникалық білім емес, тағы да басқа білімдерден саяздық болды ғой. Сол ғылымның әр түрі дамымағаннан кейін біздің бетпақталады елде. Ордамыз күйреді ғой. Билік қолдан кетті. Әйтпесе мына Европаға дейін, Қытайдан бастап Европаға дейін, Корея жақтан мына жаққа дейін билігіміз жүретін халық едік, кейін айырылдық қой бәрінен. Соның ең бастапқы мәселе сол білім ғой. Ғылымдардың дамымауы себеп болды деп ойлаймын. Егер ғылым дамитын болса, қару-жарақтар дамитын еді. Көліктер, былай айтқанда. Енді қазір батыс елдері 5 ғасыр бойы қалай дамып келе жатыр, дәл солай дамушы едік та. Соларға жем болмас еді. Сол себептен ештен гөрі кеш жақсы дейді. Сол не болса да, бүкіл инженерлік салаларды меңгеру керек қайттан. Жоқ болғанды бар қылу керек. Бұрында бар болып, қазір әлсірегенді қайттан орнына келтіріп күшейту керек деп ойлаймын. Сол себептен әрбір қазақтың зиялысы міндетті түрде бір дипломы, бір техникалық салада болу керек деп ойлаймын. Одан кейін гуманитарлық салада тағы бір диплом алам десе бола береді. Мысалы, техникалық инженерлік бір диплом алса, кейін MBA дейді ғой, магистрлік, бизнесті меңгеру жағынан магистрлік деңгей беріледі ғой, MBA дейді. Соны бітірсе жақсы болады деп ойлаймын. Мен өзім соны бітіргем Голландияда. Біздің МАП деген жоғарғы білім орны бар, сол Маастрихт меңгеру мектебімен бірге. Ол да бір мемлекеттік мектеп деп аталады, бірақ не ғой, жоғарғы білім орны. Сол меңгеру жағынан менеджмент дейді, содан бітіргем. 2 жылда MBA алғам, мамандық меңгеру. Содан көп пайда көрдім ғой, мысалы, финанс баяндамаларды оқи бастадым. Түрлі білімді алдым ғой, Құдайға шүкір. Пайдалы. Пайдасыз да болды жартысы, бірақ пайдалы да болды. Бәрін қосқанда сол баланы бірінші сыныптан бастап оқу бітіргенше, мектеп бітіргенше бірталай тілді оқыту керек, 1-2 тілді. Одан кейін жоғарғы білім орнын бітіргенше бүкіл минималдық сол тізімдеп келген білімдерді алып алса, сөйтіп спорт жағынан да мықты болса, сол адамдар мүмкін елімізді аяғынан тұрғызып арқалай дамытып кетер ме еді. Ал Америкада жігіт арнасында қалыңыздар. Бейнелерім жиі шықпағанына өзім өкінемін, сіздерден кешірім сұраймын. Уақыт деген сайын жақсы тақырыптарды теріп, соған арнап бейнелерді түсіріп, осында салып отырам деп ойлаймын. Алла тағала соған жеткізсін. Ал енді онша-мұнша ауырған ағайындар тез айығып кетсін, мына бәле коронавирус кетсін. Бәрімізге Алла тағала жар болсын. Аз халықпыз, санымызды көбейтсін. Сапамыз тектілер алдыға шығып, тексіздер кетсін. Ақылдылар келсін, ақылсыздар кетсін алдымыздан. Сондай тілек айтайын елді басқаратын адамдарға. Тек жақсылық тілеймін елімізге де, сізге де, өзімізге де. Ал келесі кездескенше сау болып тұрыңыздар. Келесі автоматикалық жуу жүйесіне келдік.
Мотор тұрады. Мына жақтан шашыратып атады сабын. Жан жақтан үстінен мынау сүртеді, жан жақтан мынау сүртеді. Енді сабынды жуады, міне қараңыз. Енді желдетіп кептіреді. Енді ары қарай қалған қолмен жуамыз енді. Сау саламат болыңыздар.